Ұйқыдан тұрсам, қайнапам келіп апты үйге. Настроениесі деген жақсы, келіп отыр, чай іш дейді. Еще балаларға осындай шоколады бар, печенье, банан, алманы осы үйленгелі бірінші рет көріптім, осындай бір нәрсе алып келген. Чота не то деп ойлап қоям. Кел екеуміз әңгіме айтамыз. Негізі біраз болды әңгіме айтпағалы. Мен туған күнім келе жатыр ғой, білесіңдер ма деп. Бәсе жайдан жай емес деп ойлап қоям. Еще акасы кешке қонақ күтеткен соғам, маған давай пирог жасап бер деп. Бәсе ішім сезбейді, негізі жайдан жай бұл кісі келмейді. Сонымен ладно деп енді осылай өзінің фирменный пирогтарын істеп бердім. Ол бала шағаға қарады. Сосын кейін жоқ, күйеуімді алып осылай алтын алуға келдім. Еще алтын размерін айтып кеткен ғой. Сонымен алтындардың түр-түрін көрді. Енді қандай аларым білмеймін. Не болса да, жақсы жаман болса да, енді бір жағынан қайнапам ғой деп қоямын. Қалай ойлайсыздар? Сонымен алтын алуға келдім. Осындай 2-3 түрін көрдім. Қыздар алтыннан басқа дым келмей тұр ғой. Қыздар не алсам болады? Тағы да жазып кетіңдер, маған көмектесіңдер. Срочно сыйлық алуым керек. Енді осылай 2-3 түрін көрдім. А вдруг ұнамай қалса дегенде ойлар болады. Не істесем болады екен енді?